Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді және ерекше балаларға қатты ұнайтын құймақ жасаймыз. Ішіне өздеріңіз қалағандай начинка қоссаңыздар болады. Шоколад қоссаңыздар өте дәмді болады. Ең алдымен жұмыртқаларымызды салып, оның үстіне қантымызды салып аламыз. Оның үстіне шиті май құямыз. Және де сүтімізді қосып, үстіне ұн қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бір келкі масса болғанша. Айналдырып алғаннан кейін барып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Осы тестаның 100 грамын бөліп, үстіне какао қосып аламыз. Оны да түйіршікті қалдырмай, бір келкі масса қылып миксерлеп аламыз. Осындай ыңғайлы болу үшін 20 грамдық шприцқа мен салып алдым. Және видеодағындай узор жасап аласыздар. Қатып қалған қағида жоқ. Кез келген узор сала берсеңіздер болады. Және де екінші тестамызды құйып, осылай блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Барлық теста таусылғанша осылай пісіріп аласыздар. Бірақ шоколад, қандай да бір начинка салатын болсаңыздар, например, жеміс-жидектер салатын болсаңыздар, оны суытып барып салғандарыңыз дұрыс. Ал бірақ именно шоколад салған кезде ыстықтай салсаңыздар, еріп, шаймен ішкенге өте дәмді болады. Осылай барлығын видеодағындай орап аласыздар. Орай салысымен ыстықтай шаймен ішсеңіздер, ішіндегі шоколадтар еріп, өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер, ерекше дәмді, балаларға өте қатты ұнайды. Және де жақындарыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және тағы да қандай тағамдар немесе тәттілер көргілеріңіз келеді, осы видеоның астында комментарий бөлігіне қалдырыңыздар. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Менің каналымда дәмді әрі тез дайындалатын тағамдардың рецептілері бар. Барлығын көріп, жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар.